Күн көкжиектен арайлана бой көтеріп келеді. Таңмен таласа тұрған тіршілік иелері өмір атты өзеннің асау ағысына қарай құлаш ұрып кете бермек. Осынау күн мен түннің алмасуынан тұратын өмір атты асау ағынның ағысы кейде жай болса, кейде арнасынан асатып жататындығы тағы бар. Асау толқынның сан түрлі иірімі мен ағынына ұқсас әр қалай тірлік ету адам баласына берілген баға жетпес нығмет. Таңның атқаны мен күннің батқанын көрудің өзі мың тағзымға тұрарлық қуаныш. Өмір мәңгі емес, бірақ мәнді болуға тиіс дейді дана халық. Өкінбеу үшін әр күнге шүкіршілік айтып, әр жанға мейіріммен қарап, ізгілікпен өту адамдықтың биік белгісі. Өзіне тән адамдық белгісімен талайлардың жүрегінен орын алған жандар көп болса, солардың бірі де бірегейі, ұлы жүз Албанның жарты руынан шыққан Әбдінұлы Жақыпбай әкеміз еді. Бір 1928 жылдың ақпанында қарапайым ғана еңбек пен адалдықты ту еткен Әбідін мен Мөржан анамыздың шаңырағында жарық дүние есігін ашқан Жақыпбай әкеміз төртеу түгел болған отбасының тұңғышы, үлкен үміт пен жауапкершілікті арқалаған бәйтерегі еді. Ол өзінен кейінгі қос інісі мен жалғыз қарындасына қорған бола білген, тіршіліктің дауылды күнінде сая, шуақты күнінде пана бола білген нағыз аға. Тағдыр маңдайына үлкендік атты қасиетті міндетті жазса, Жақыпбай әкеміз сол міндетті мәрттікпен атқарды. Кішілеріне көлеңкесін түсірмей, жолын тосып, жөн сілтеп, бәйтерек ағаштай тамырын тереңге тартып, айналасына шуақ шашып өсті. Таңмен таласа кірісетін ауыл жұртының қарапайым тіршілігіне де ерте араласып, еңбектің нағыз маңдайында шыңдалып өсті. Көштің жүре түзелері болады демекші. 1950 жылы жұбайы Шалақыз қызы Гүлшархан мен көңіл жарастырып отау құрады. Шалақыз қызы Гүлшархан анамыз 1938 жылы дүниеге келген. Ақылымен бірге елге тұтқа боларлықтай парасатты жан еді. Тағдыр салған жолды төзіммен көтеріп, әрбір күнін отбасының бақ берекесіне арнаған асыл жан, Гүлшархан анамыз қиындығы мен қызығы қатар өрілген өмір жолында еш қашан шаршаған емес. Дүниеге келген ұрпағына тек өмір сыйлап қана қоймай, өсиетімен өріс ашты. Ақ батасымен биікке жетеледі. Әрдайым әкеміздің жанынан табылып, тірліктің қамын бірге жасап, әр баласының жүрегіне бөлік қондырып, әр баласының өмірге шырақ болып жанған Гүлшархан анамыз қарабайыр ғана өмір тынысымен бақыттың мәңгілік мекеніне айналдыра білді. Сондықтан болар қол ұстасқан бұл шаңырақ еңбекпен қоян қолтықтаса жүріп, әп-дегеннен ақ ауыл тірлігіне белсене араласып, колхоздың сан саласында табанды еңбек етті. Мал баққанға бітет демекші, маңдайға кәсіптің қыр-сырын терең меңгерген, елге үлгі болған озат шопандар қатарына қосылды. Күннің аптабында да, боран мен аяздың өтінде де қажымай еңбек еткен қосжан, берекелі отбасының тірегі, ауылдың арқар сүйер азаматтары. Кейіннен де еткен еңбектің есесін көріп, ел аузында аңыз болып жүрді. Бұлай қарасаң жарты беттен асар аспас ғұмырнамасы бар Жақыпбай әкеміз бен Гүлшархан анамыздың өмірінде тұтас бір дәуірді, қоғамды, ғасырды қамтитын ауыртпалық пен қиындық, тектілік пен құндылық жатқаны белгілі. Олардың өмір жолы азаматтықтың, адалдықтың, тұтас бір дәуірдің шежіресі іспетті. Даланың дархан мінезін бойына сіңіре жүріп, мағыналы ғұмыр кешкен біртуар жандардың көкірегі ояу, кеудесі күмбірге толы еді.
Сондықтан да шығар, ауылдастары бұл жандар жайлы көпшіл, ақ көңіл, орталарында сыйлы жандар еді деп қимас сезіммен еске алатындары. Ұрпақ ата-анаға аманат деген қағида бұл шаңырақ үшін даланың жазылмас заңында еді. Екеуінің 4 ұл 6 қыз баланы дүниеге келіп, ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, барлығына білімнің есігін ашып, әр қайсының өз жолымен кетіп, адал еңбекпен өмір сүруіне мұрындық болуы осының дәлелі еді. Бала шағаның нәпақасын қарапайым ғана қоңыр төбел тірліктен табуды құп көрген әкеміз бен анамыз 4 түліктің бабын меңгеріп, табиғатпен үндесе тірлік кешіп, адал еңбектің арқасында шаңырағын шайқалтпай, ұрпағын ер жеткізді. Әр қайсысын бір отауға айналдырып, өмірдің жүгін иығымен қатар көтере білді. Өмір қонақ, ұрпақ мұра десек, сол мұраны аманаттап, шын бақыттың дәмін татқан қос қария, бұл жалғанда баянды өмірдің, адал жүректің, шынайы махаббат пен ақ тілекке толы ғибратты ғұмырдың шынайы бейнесін көріп кетті. 70 жас деген өмірдің кемел белесі десек, әкеміз бен анамыз сол белеске абыроймен жетіп, ұрпағының қызығына кенеліп, немере шөбере сүйіп, артына із қалдырды. Десекте бір әттеген ай дейтіні, балаларының тұңғышы 1952 жылы дүние есігін ашқан Жақыпбайұлы Бақдәулеттің 40-тың қырқасынан да аспай 1993 жылы өмірден тым ерте өтіп кеткені. Әке тәлімі мен ана мейіріміне молынан шуақтап өскен Бақдәулет ағамыз тумасынан жүрегі жұмсақ, ақ көңіл, атын беріп тоқымын құшақтап қалар жомарт жан еді. 1973-75 жылдары отан алдындағы борышын өтіп келгеннен кейін арманындағы ару Сәрсенқожа қызы Камиламен 1979 жылы отау құрды. Құрылыс саласында адал еңбек ете білген, ол дүниеге келген 3 ұлына да керемет әке бола білді. Әке асқар тау, бала соған қарап өсетін тал десек, Бақдәулеттей асқар тұлғалы әке үш бірдей ер азаматын елге тұтқа, сөзге тоқтайтұғын тұлға етіп тәрбиелеуге барынша тырысып кетті. Аз ғана ғұмыр кешсе де, парасаттың, сабырдың, ұлағат пен ұлт алдындағы борыштың көрінісі болып, жүректе мәңгіге сақталып қалмақ. 1957 жылы дүниеге келген Жақыпбайұлы Бақтыбай ағамыз болса, үйдің екінші перзенті еді. 1975-76 жылдары армия қатарында болып келген ол, 1980 жылы Хамзаева Бақытгүл Мұқат қызымен отбасын құрды. Совхозда үздік көлік жүргізушісі болған, еңбек адамының жеткен жетістіктерінің барлығының артында қашанда жан-жары тұратын еді. Еңбек майданында қатар жүріп, қатар тұрған Бақтыбай ағамыз бен Бақтыгүл анамыз өмірге 7 ұл қыз әкеліп, олардың қатарынан қалмай, адам болуларына мұрындық болды. 2015 жылы өмірден өтсе де, әр баласының маңдайынан сипаған алақанның табы мен жүрегінің жылуы балаларының жадында жан-жарының өміріне шырақ болып жануда. Осылайша осы бір әулеттің өмірден озған ғазиз жандары жайлы айтылған әсерлі ойдың барлығы да бүгінгі асқа жиналған дүйім жұрттың көкірегінде сағыныш боп сайрап тұрғаны анық. Бүгінгі ата-бабаларымыз бен әулеттен өткен барша марқұмдарға бағышталып беріліп отырған бұлас тек дастархан жаю емес, бұл өткенге тағзым, рухқа құрмет, тіріге өнеге қалдырудың ұлы жолы. Қазақ өлі риза болмай тірі байымайды деген ас беру арқылы халық бабалар аманатына адалдық танытып, өмірден өткен асыл жандардың қадір қасиетін қайта жаңғыртады. Бүгінгі күн ағайын туыс саулаймақ бас қосып, бір мезетті жүрекпен ниетті бір арнаға тоғыстырып, жалаң қайғына емес, рухани байлықты еске алатын күн.
Олай болса, бүгінгі оқылған дұға тілектердің барлығы дүниеден өткен ата-бабаларымыз мен аяулы ата-әжеміз Әбдінұлы Жақыпбай мен Шалақыз қызы Гүлшархан және де Асқартау, Бағдаулет пен Бақтыбай әкелерімізге бағышталып отыр. Алла оларды панасына алып, жандары жаннаттан, имандары сауаптан болса екен демекпіз.